7 күн. Өзіңе сену және ішкі дауысты күшейту. Бүгінгі күн өзіңе сенуді қайта оятатын күн. Көп адам өмірде басқалардың пікіріне тым тәуелді болып қалады. Біреу сенбесе, сен де өзіңе сенбей қаласың. Ал шын мәнінде сені алға жылжытатын күш ішкі даусың. Егер сен өзіңе сенбесең, ешкім сенің орныңа сеніп бермейді. Өзіңе сену деген мінсіз болу емес. Ол қателеспеу емес. Өзіңе сену, қателессең де тоқтамау, қайта тұрып жалғастыру. Өмір жолында сүріну әлсіздік емес, берілмеу күш. Бүгін осыны жүрегіңе мықтап бекіт. Өткен 6 күнде сен көп нәрсені бастадың. Ойландың, ниет еттің, тәртіпке үйрендің. Бұл аз емес. Көп адам дәл осы жерде тоқтап қалады. Ал сен жалғастырып келесің. Бұл сенің ішкі күшің бар екенін көрсетеді. Бүгін өзіңе мына сұрақтарды қой. Мен өзімді не үшін бағаламай жүрмін? Менің қандай қабілетім бар? Бұрын қандай қиындықтарды жеңіп шықтым? Жауаптарын жаз. Себебі сен ұмытқан күштерің көп. Сен бұрында талай сынақтан өттің. Демек, бүгінгі жолда сенің қолыңнан келеді. Өзіңді үнемі сынай берме. Өзіңмен жұмсақ сөйлес. Өзіңе дұшпан емес, дос бол. Ішкі сөзіңді бақыла. Мен істей алмаймын дегенді мен тырысып көремін деп ауыстыр. Мен әлсізбін дегеннің орнына мен үйреніп жатырмын де. Исламда да үмітсіздікке тыйым салынған. Алладан үміт үзбеу иманның белгісі. Егер Алла сені осы жолға салса, демек сенде мүмкіндік бар. Өзіне сену Алланың саған берген күшіне сену. Бүгінгі тапсырма. Өзіңді мақтайтын 3 қасиетті жаз. Бір кішкентай әрекет жаса, бірақ сеніммен. Кешке өзіңе рахмет айт. Кешке мына сөздерді айт. Мен өзіме сенемін. Мен қателессем де тоқтамаймын. Менің жолым бар. Бұл алғашқы аптаның соңы. 7 күн үлкен бастама. Алда әлі 14 күн бар. Ең бастысы, сен өзіңді тастамадың.